Сәлем достар. Мінекей морозильниктің төбінен қалып кеткен сирақ тауып алдым. Оны жақсылап, жуып, тазалап, аралап, балталап, бөлшектеп алдым да қазанға салып, үстіне су құйып, жақсылап қайнаттым. Қайнап болды, көбігін алып алдымында. 7 сағат бойы қайнаттым. Кейін оған жуа, сәбіз, сарымсақ және лавровый жапырақ салып, жақсылап тағы қайнаттым. Міне 7 сағат қайнап пісті. Сүзіп алып жатырмын. Еті сүйегінен ажырап жатыр. Иісі керемет. Мұрынды жарып барады. Сүзіп алған етімді, ыстығын қолым күйіп қалды ғой. Жақсылап, турап, майдалап, сәбізімді де әдемілеп турап аламын. Мясорубкадан өткізсек те болады. Бірақ мен мясорубкадан өткізген жоқпын, турадым барлығын. Сөйтіп, мынандай әдемі ыдыстарға сәбізімді салып, етімді салып, бетіне сүзегіден өткізіп сорпасын құйдым. Холодильникке қойып қойдым. Бірнеше сағаттан кейін міне мынандай қазақша холодец дайын болды. Дәмі тілге ереді. Ең бастысы өте денсаулыққа пайдалы, құрамында кальций, магний, калий дегендер өте көп болады, сүйекке пайдалы.